Сәлем достар, мен Аминамын, сіздер Аминалай каналындасыздар. Каналға қош келдіңіздер. Егер сіздер әлі де подписация кнопкасын баспаған болсаңыздар, онда қарап қойыңыздар. Баспасаңыздар, егер де онда басыңыздар. Көп рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарийға неше түрлі әртүрлі сұрақтар қоя беріңіздер. Мен жауап беремін барлығына. Ал достар, бүгін бізді қызықты ойын күтіп тұр. Менде бүгін менің үйімде достарым Эмили, Санжар и Али. Бүгін қызықты ойын ойнаймыз. Видеоны до конца көріңіздер. Сәлем, достар, қалдың қалай? Сәлем. Сәлем, мен атым Эмили. Сонымен достар, ойынның шартын айтайын. Ол бұлай. Эмили, сен осы жерге түсші, маған неудобно болып тұрсың. Жарайды. Так, сонымен ойынның шарты бұлай. Біз бір затты ойлаймыз ойымызда осы комнатаның ішінде. Соны қалғандары табу керек. Қалайсыңда, түсінбедім. Тыңда, мен әлі до конца айтып болған жоқпын. Бір затты, например, мынау айна. Мен подсказкамен сендерге подсказка беремін. Домалақ, стекло деген сияқты. Сендер табуларың керек. Все понятно, легкотня. Қызық екен, бастап көрейік. Қызық әрине, бірақ ол заттар тек қана осы комнатаның ішінде біз барлығымыз көріп тұрған зат болу керек. Давайте бастайық. Кім бастайды бірінші? Стоп. Отылған адам не істейді? Просто так, что ли, будем играть? Ол жағын білмедім, бірақ кімде қандай предложение бар? Я бы хотела сходить в кино, если я выиграю. О, отличная идея. Давайте онда былай істейік. Кім ұтылып қалады, сол барлығымызды киноға апарады. Ура! Я уверена, что я выиграю. Рано, не хвастайся. Ал кеттік, бірінші мен бастаймын. Так, ол жасыл түсті, ондай үлкен де емес, кішкентай да емес, керек зат. Очень смешно. Что это? Растения, цветы. Нашла, ковер, да? Жоқ, достар, ойланамыз. Жақсылап қараймыз, жан-жаққа ойланамыз. Так, жасыл түстідағы не бар бізде? Гүлдер емес па? Жоқ, дедім ғой, гүлдер емес. Нашел лампочканың жасыл цветтері. Жоқ, ол емес. Уақыт аз қалды, 1 минутта табу керек. Нашла, вот это вешалка. Ура! Молодец, Эмили, сен тауып алдың. Қалай тауып алдың? Сен айттың ғой, үлкен емес, кішкентай емес. Бұл совсем кішкентай ғой. Қарашы өзің. Енді кішкентай болғанда ол совсем кішкентай емес қой, өздерің қараңдаршы. Нормальный. Ура, я выиграла 1-0. Жарайсың, Эмили, сенде 1 балл, қалғандарымызда 0. Жарайды, солай ақ болсын, кеттік дальше. Келесі мен. Так, не ойласам екен, өте қиын нәрсе ойлауым керек. Все, таптым. Өте ауыр, қоңыр түсті. Болды, басқа подсказка жоқ. Ол Эмили, өте ауыр, қоңыр түсті. Очень смешно. Күлкілі, бірақ Эмили емес. Я не черная, я смуглая. Я не коричневая. Таптым. Магнитофон, да? Радио мына жерде тұрған. Әрине жоқ, ол емес. Ой. Таптым, одеяло со звездочками. Точно? Ха-ха-ха, нет, конечно. Ты чё, Али, дальтоник, что ли? Это же желтый. Время идет, 15 секунд остался. Ну что это такое, а? Никина. Нашел, рыба.
Нет. Өте ауыр деп айтты ғой Али. Қоңыр түсті өте ауыр. Все, время вышло, вы не угадали. Ура! И не екен ол айтасың ба? Ол гүлдер тұрған горшок. Құмы бар ішінде. Ой, да ну, вот это что ли? Достар, егер сіздерге біздің ойын ұнап жатса, онда подписаться етіп, каналға тіркеліп, біздің ойынға, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, біз күтеміз. Так, Эмили мен Санжарда уже 1 балл, ал Али менде әлі жоқ 0. Али, енді сенің кезегің. Ага, я сейчас вам покажу, я такое загадаю. Короче, они квадратные и их много. Қалай, не дедім түсінбедім. 4 бұрышты және олар өте көп. Ха-ха, угадай теперь. А я уже нашла, это вот эти вот квадратики, да? Стекло. Ха-ха-ха-ха, нет, конечно. Так, не болдекен, тез ойлану қажет. Может, даладағы үйлердің терезелері? Жоқ. Осы комнатаның ішіндегі ғой, я? Әрине, ойынның жарты солай ғой. Так, уақыт өтіп бара жатыр, ол не болды екен? Тағы бір подсказка берсейші, бұлай болмайды ғой, қиын сияқты. Нашла. Может, вот эти полки и шкафчики, дверцы? Эмили, сен жан-жағыңа қарашы, ойлансайшы, бір нәрсе айтатын кезде. Ой, ол емес па не? Али, сенің қолыңдағы сағат емес па случайно? Жоқ, мен айттым ғой, ол көп. 1 емес, 2 емес, көп. Тапқан сияқтымын. Кирпичики на стене, которые... Блин, угадал. Я. Мен сонда обратно 0 ма? Қалай түсінбедім. Ура, таптық. Әрине, Алидің счетына 2 балл. Яғни онда 2 балл. Ха-ха-ха-ха. Али, у тебя не получилось. Ты хотел загадать что-то тяжелое, да? Не получилось. Қалай тауып қойдыңдар? Егер дұрыстап ойлансақ, жан-жағымызға қарасақ, табуға болады екен. Эмили, сенің кезегің, давай. Достар, маған мына ойын ұнап жатыр. Егер сіздерге ұнаса, онда лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Именно лайк каналын қолдаңыздар. Я, достар, көп рахмет сіздер каналға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Бірақ сіздердің араларыңызда көп подписаться етпей отырған достарым бар. Сондықтан достар, қарап қойыңыздар. Егер сіздерде подписаться кнопкасы басылмаған болса, онда басып қойыңыздар. Сіз менің тіркелуші боласыз осы каналдың. Қызыл түсті кішкентай. Олай болмайды ғой, қиын ғой, кішкентай затты табу қиын ғой негізі. Енді ондай кішкентай емес, ол затты барлығымыз көріп тұрмыз. Сенің сұрағың, Эмили. Ура! Так быстро нашли! Ха-ха-ха-ха, 2 секундта болған жоқ тауып алдық. Қызыл деген соң менің көзіме сразу сенің сұрағың түсті. Я думала, вы долго будете искать. Амина тапты, біз болсақ таппас едік, да, іздейтін едік біраз. Молодец, Амина. У тебя еще теперь 1. Сонымен, достар, менде 1 очко. Санжарда 2, Алиде 0. Эмилида 1. Сонымен кім жеңді, достар, кім жеңілді? Не хочу, я в кино всех отводить не хочу. Ойынның аты ойын. Я дұрыс айтасың, Эмили, келіскен бойынша ойнау керек, ешқандай ренж болмау керек. Жоқ, мен ренжіп тұрған жоқпын. Сендерді с удовольствием қуанып киноға апаратын боламын. Достар, сендерге осы ойын ұнады ма? Бізге де ұнады, біз тағы да ойнайтын боламыз, бірақ көп заттар бар жерге бару керек сияқты. Достар, маған да қатты ұнады осымен. Біздің ойынымыз бітті. Егер ойын ұнаса, лайк басыңыздар, міндетті түрде мен күтемін комментарияда. Маған жазыңыздаршы, Али деп мені қорғаңыздаршы. Маған поддержка беріңіздерші. Достар, пока-пока. Бұл ойының жеңімпазы менде 2 балл, 2 ұпай болды. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз.